Жүсіп Баласағұнидің жазған кітабы бірнеше рет басылып шықты. Жастар танысам десе кітапханада бар болар. Құтты білік деп аталады. Мен сол кітапты жүрген жерінде ылғи айтам. Бүгінгі біздің мына шенеуніктеріміздің барлығының столының үстінде тұратын болса, ол өте өміршең кітап. Халықпен қалай жұмыс істеу керек, мемлекетті қалай басқару керек, жақсы деген не, жаман деген не, біздің Абайдың айтатын 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрседен асық бол деген нәрселер бірінші сол Баласағұнның жазған соның кітабының ішінде тұр. Соның ішіндегі 5 жақсы нәрсе, 5 жаман нәрсе дегеннің 1-2-уін ғана Абай жетілдірген. Өйткені заман өзгергеннен кейін ол 1000 жыл бұрынғы жазылған кітап әрине кейбір тұстарын жаңартуға тура келеді. Біздің өмір сүретін ортамыз өзгеріп жатыр. Тіршіліктің көзі өзгеріп жатыр. Технологиялардың жаңа түрлері пайда болып жатыр. Осыған байланысты заманның талабына сай Конституцияның жаңа редакциясы дайындалып отыр. Ол біздің қоғамымыздың бұдан кейін кезеңде тұрақты әрі қарқынды дамуына жол ашатын негізгі біздің ата заңымыз.